интернет жоқ. Міне шашлык. Чипсы. Қайдан бірінші суды көрмейсің ма? Ыссы ма, жылы ма? Салқын екені көрін. Я, қарамыз. Біз Голубая бухтаға келдік. Biz қазір автобустың ішінде отырмыз. Күн өте ыстық, бірақ теңіз салқын, қатты салқын. Не деген мөлдір су мынау? Не тамақ? Суы слишком ерте пісіріп жатсыңдар. Міне. Мына жерді қараңыздар. Әдемі. Ақтау деп кім айтады да мынаны? Йо, сол ғой. Ана тауға шығып бара жатырмыз. Достар, мен походтан шыққаннан кейін осындай қап-қара қазір жарықпен осындай болып тұр. Ал жердің барлығы қып-қызыл болып тұр. Мінеки бассейн. Мен жаңа ғана үйге келдім. Супермаркетке барып келген болатын. Суға түсіп, походқа біз 4000 теңге жинадық. 20 адам, 21 адам барған болатын. Яғни вообще 84 000 теңге. Және де машина, автобус жалдадық, тамақ алдық, соның барлығын. Мен оларды влогқа түсіремін деген едім, бірақ осы видеоға барлығын қосып жіберетін боламын, яғни тамақ алған кезімізді. Сондықтан, және де бүгін біз Голубая бухта деген жерге бардық. Ол жер өте әдемі, бірақ қоқыстар өте көп. Су мөлдір, таза жер екен, теңізі таза екен, басқа теңіздерге қарағанда. Және де жаңағы тау секілді шығанақтарға міндік, өте әдемі көрінді. Мен сендерге барлығын көрсеттім, көрдік, өздеріңіз көргендей. Және де теңіз өте салқын болғанда, енді қазір әлі жаз басталған жоқ, бірақ біз теңізге түстік. Өте көп толқындар болды, түстік, өте қызықты, көңілді өтті, тамақ жедік, ойнадық, күлдік. Теңіз салқын болды, бірақ содан кейін етіміз үйреніп кетті десем де болады, сондықтан поход менің көңілімнен шықты. Және де мен әлі қатты дайын емеспін, сондықтан әлі оққан жоқпын. Сан сұрақ болса, мына жерде мен плюс тұрғандарға ғана дайынмын. Сондықтан достар, осы видео ұнаса
жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, комментарияға өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытып кетпеңіз. Және де видео көптен бері болмағаны үшін кешірім сұраймын. Енді менің каналымда күн сайын емес, апта сайын бір видео ғана шығып тұратын болады. Сондықтан мені жоғалтып алмаңыздар. Және де менің каналымда кеше ғана 2000 подписчик болды. Сондықтан 2000 тіркелуші үшін барлықтарыңа рахмет. Мен қазір ондай қатты 2000 подписчик қатты қуанып тұрмын, бірақ мен сендерге оны қалай көрсетерімді білмеймін. Сондықтан егер де 3000 подписчик алатын болса, мен конкурс жасаймын. Сондықтан тезірек достарыңызды шақырыңыздар және каналыма тіркелуді